WhatsApp'та аватарка деген бөлім ашылған. Ол үшін настройкаға кіресіздер, WhatsAppқа кіріп, WhatsApp'тың ішінен настройкаға кіресіздер. Настройкада мінекей аватар деген бөлім бар. Ол жаққа кіреміз. Создать лишний аватар деген бөлімге кіреміз, яғни біздің өзіміздің сыртқы бейнемізді өзіміз қолымызбен жасаймыз дегені. Далее деген басамыз. Мына жерге біріншісін өзіңіздің теріңіздің түсін таңдайсыз. Сіздің теріңіздің түсі қандай? Менің сәл ақшылдау түс. Мына жерге таңдағаннан кейін мына жерге бірінші өзіңіздің шаш үлгіңіз, сіз қандай шаш үлгісіндесіз. Қыз бала болсаңыз да, ұл бала болсаңыз да өзіңіздің бет әлпетіңіз бар, яғни шаш үлгіңіз бар. Бұл жерде шаш үлгісі көп. Өзіңіз қалағаныңызды таңдап, өзіңізге ұнаған бастаңыз болады демек. Ал кез келген біреуін таңдап сіздерге қазір қысқаша көрсетіп жіберейін. Демек мен таңдадым. Демек мына менің шаш үлгім делік. Кейінгісі, мына жерде сіздің шашыңыздың түсі, қандай шашыңыз түсі қандай, мынау сіздің киіміңіз, мына жерге сіздің арық немесе семіздігіңіз, көзіңіздің түсі, қасыңыз, мұрныңыз, бетіңіздің томпақтығы, ерніңіздің түсі, барлығы бар достар. Даже мұртқа дейін бар. Мұртыңыз бар, сырға, құлағыңызға, қыз бала болсаңыз очки, және басыңызға қалпақ тағы басқа нәрселерді кигізіп көрсетеді. Қайсы бірі сізге дұрыс келсе, соны өзіңізге таңдай бересіз. Таңдап болғаннан кейін готов дегенді басасыз. Создать изменения. Бастық демек, мынау біздің менің, яғни сырт бейнем. Менің сырт бейнем демек осындай. Бұл жерде көзіңіздің қысы, қасыңыз, мұрныңыз барлығы бар. Мына жерде создать фотопрофиль дегенді бассаңыз, дәл осы аватарка сіздің фотоңызға түседі. Мен қазір создать дегенді басайын. Яғни менің аватаркам қазір дәл осындай болады. Яғни мына жерде қарасаңыздар, әртүрлі шығып тұр. Қайсы бірін қаласам, соны басып қоямын. Демек осыны басайын. Птичканы белгілейміз. Яғни менің қазір мына фотом мінекей менің аватаркама өтті. Мінекей қарасаңыздар. Көрдіңіздер ме? Менің аватаркам. Яғни енді дәл осындай аватар, енді дәл осы аватарка менің, яғни смайликтер, стикерлерімнің арасында дәл осының басқаша көріністері бар. Яғни мен сізге қазір көрсетемін. Кіресіздер сообщениеға. Яғни мына жерде тұрған смайликтің үстін басасыздар. Мынау, қарасаңыздар, біріншісі кәдімгі смайликтер, екіншісі WhatsApp'тың өзінікі, мына үшіншісі сіздер сохранить етіп алған стикерлер, дұрыс па? Енді мына үшіншісіне қарасаңыздар, аватарка шықты. Аватарканы басасыздар, мінекей. Біздің аватаркамыз, яғни мен жаңа жасаған, мен жаңа істеген аватаркалар, мінекей қарасаңыздар, оларға кетеді. Дәл осы аватаркалар. Сіздің қысқаша көрінісіңіз десек те болады. Не істеп жатқандарыңызға дәл осылай сіздерге әрқайсының барлық өзіңіз қалай бет әлпетіңізді таңдайсыз, дәл сол адам сіздерге аватарка болып түседі, яғни жаңа стикер шығады сіздерге. Пайдаланыңыздар достар, бұл WhatsApp'тың жаңа көрінісі. Қолданыңыздар, пайдаланыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға подписка, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Келесі кездескенше сәлеметте болыңыздар. Айтпақшы тағы не туралы білгілеріңіз келеді, маған WhatsApp'та комментарийға жазсаңыздар, мен міндетті түрде сіздерге ответ қайтаратын боламын достар. Қарағандарыңыз үшін рахмет.